Қазақстанның барлық климаты мен барлық өңіріне тура келетін әмбебап жылқы тұқымы ол әрине мұғалжар. Мұғалжар жылқысы Қазақстанда арнайы селекциямен шығарылған ең төзімді әрі әмбебап тұқымдардың бірі. Бұл тұқым 1990 жылдары Ақтөбе облысының Мұғалжар өңірінде қалыптасты. Арнайы селекциялық жұмыс нәтижесінде Адвай тұқымы қазақтың жабысы және жергілікті дала жылқыларының ең мықты қасиеттері біріктіріліп, жаңа тұқым жасалды. Енді неге мұғалжар ерекше деген сұраққа тоқталайын. Қатты аязға да, ми қайнайтын ыстыққа да төзімді. Бұл оның супер артықшылығы. Жыл 12 ай жайылымда жүре алады. Еттілік бағыты өте жақсы. Тез семіреді, етінің сапасы да балдай. Биелері сүтті, тіршілікке бейім, бір сөзбен айтқанда өмірге деген құштарлығы жоғары бұл жылқының. Артықшылықтары: жайылымды тиімді пайдаланады, ұстау шығыны аз, аяғы мықты, ұзақ жолға шыдамды, қыста тебіндеуге бейім. Бұл қазақ жылқыларының басты қасиеті. Қай өңірге жарайды? Қазақстанның барлық аймағына, бірақ әсіресе батыс, арқа және Қызылқұм өңірлеріне өте бейім келеді. Қызылқұмды қай жерде іздеңіздер, картадан іздеңіздер. Мұғалжар жылқысы қысқаша айтқан кезде қазақтың селекциясының нақты жетістігі. Төзімді, сүтті, етті, нағыз көп бағытты тұқым. Мына видеоны жылқы ұстайтын таныстарыңызға жіберіңіздер. Сөйлеген Қараторғай, Далакент, берекелі мал шаруашылығының бастауы.